Өз-өзіңнің кемшіліктеріңді басқа адамдардан бірінші болып анықта. Өз-өзіңнің қателіктеріңді басқалардан бірінші болып мойында. Өз-өзіңді басқалардан бірінші болып таны. Егер сіз өз-өзіңіздің ақымақ екеніңізді, өз-өзіңіздің қорқақ екеніңізді білетін болсаңыз, және осы нәрсені сізге сырттан біреу келіп айтса, сен ақымақсың, сен қорқақсың. Ондай жағдайда сіз ешқандай ренжімейсіз. Себебі ол адам сіз туралы тың ақпаратты, өзіңіз білмейтін нәрсені айтқан жоқ. Сіз онсыз да білетін сіз туралы нәрсені сізге келіп айтты. Ал егер де сіз өз-өзіңіздің кім екеніңізді танымасаңыз, өз-өзіңіздің кім екеніңізді білмесеңіз, бірақ сырттан сізге бір адам келіп, сен ақымақсың, сен қорқақсың дейтін болса, сіз ренжисіз. Өйткені бойыңызда өз-өзіңіз туралы нақты пікіріңіз жоқ. Сіз шындығында білмейсіз, ол адамның айтқаны шындық па, әлде өтірік па. Бұндай жағдайда бойыңызда екі түрлі реакция пайда болады. Біріншісі, сіз ол адамға қарсы шығасыз. Ол адамға өзіңізді көрсетесіз, ол адамға өз-өзіңізді дәлелдегіңіз келеді. Ал екіншіде, ол адамның айтқанына сөзсіз сенесіз, сөзсіз көнесіз. Және де ол адамның айтқан сөзі бастапқыда өтірік болғанның өзінде де сіздің өміріңіздің шындығына айналады. Ал қай кезде өз-өзіңді нақты танисың, нақты кім екеніңді жүрекпен түсінесің, сол сәттен бастап басқа адамдардың сөзі сенің өміріңді, сенің эмоцияңды басқаруын тоқтатады.